Саламатсыздар ма, білім алушылар? Сіздің назарыңызға дәріс 13 арам шөптермен күресудің химиялық шаралары. Қаралатын сұрақтар: тұтас таңдамалы әсер ететін гербицидтер түсінігі, сипаттамасы, гербицидтердің топырақтық эффектісі. Дәнді дақылдар егістерінде қос жарнақты арам шөптерге қарсы қолданылатын гербицидтер, екі түрді тобына жататын гербицидтердің сипаттамасы. Тұтас таңдамалы әсер ететін гербицидтер түсінігі, сипаттамасы, гербицидтердің топырақтық эффектісі. Дәрілік түйежонышқа бұршақ тұқымдасына жататын 2 жылдық арам шөптер. Сабағының биіктігі 1,5-тен 2 метр аралығында. Құрғақшылыққа төзімді, өсімдік тамыры өте тереңге бойлайды, сондықтан топырақты кептіріп жібереді. Бұл арам шөп тұқыммен көбейеді. Бірінші жылы қыстайды, ал екінші жылда тұқым құрады. Бір өсімдік 17 мыңға дейін тұқым береді. Тұқымның ұзындығы 1,8 мм-ден, ал көлденесі 1,5 мм шамасында болады. Ол өзінің өнгіштік қабілетін топырақта ұзақ сақтайды. Көптеген ғылыми зерттеулердің мәліметтері бойынша, дәрілік түйежонышқаның тұқымы өзінің өнгіштік қабілетін 5 жылға дейін, ал Америка Құрама Штаттары ғалымдарының зерттеулері бойынша 70 жылға дейін сақтайтын көрінеді. Күзде және көктемде, яғни ылғал жеткілікті болған мезгілдерде топырақтың 5 см-ге дейін тереңдігінде жақсы өніп шығады. Ол көгеріп шыққан кезде улы болады. Көп жағдайда ірі қара малды, қойды, жылқыны уландырады. Күздік және жаздық дәнді дақылдарды жүгері, күнбағыс, асбұршақ егістерін ластайды. Енді олармен күресу шаралары, аз жылдық арам шөптермен күресу шаралары. Оларға қарсы қолданылатын агротехникалық шаралардың ішінде күзде жерді сүдігер жырту жақсы нәтиже береді. Өйткені көптеген аз жылдық арам шөптердің, әсіресе ерте пісетін түрлерінің тұқымдары шашылып, топырақтың беткі қабатында қалады. Содан көктемде қаулап өсіп, танапты ластайды. Сондықтан сүдігер өңдеу арқылы оларды топырақтың беткі қабатынан оның астыңғы қабатына терең сіңіргеннен кейін жер бетіне көктеп шықпайды. Аз жылдық арам шөптер тұқымдарын жоюда өршіту әдісінің маңызы зор. Ол үшін топырақтағы тұқымдардың көптеп шығуына қолайлы жағдай жасап, топырақты қопсыту, ептеп ылғандандыру, арам шөптер көптеп шыққан кейін оларды егін себер алдында тырмалау, культивациялау, дискілеу арқылы қырқып жою керек. Бұл тәсілді Қазақстанның күзі ұзақ әрі жылы оңтүстік және оңтүстік шығыс аймақтарында сүдігер жыртқанға дейін, күзі ерте түсетін және салқын солтүстік өңірлерінде ерте көктемде қар кеткеннен кейін, егін сепкенге дейін топырақ өңдеу жүйесінде жүргізуге болады. Аталған әдісті пар өңдеу жүйесінде Қазақстанның барлық аймағында жүзеге асыруға болады. Аз жылдық арам шөптерді жою үшін оларға қарсы гербицидтер қолдану жақсы нәтиже береді. Әсіресе дәнді дақылдар егісін ластап, оларға көп зиян келтіретін қара сұлыны жою үшін илоксан гербицидін қара сұлының 2 жапырағы пайда болған кезде жаздық және күздік бидай егістерінде әр гектарға 2,5-3 әсер етуші заты бар және 5 литр шамасында бүріккен дұрыс. Ал триалатты егін себер алдында әр гектары 1,7-3,4 литр шамасында бүрку шашып топыраққа тез арада сіңіру керек. Кері жағдайда ол үшін кетіп ешқандай әсер бермейді. Енді көпжылдық арам шөптер өкілдері және оларға қысқаша сипаттама берсек, көпжылдық арам шөптерге 2 жылдан артық
өмір сүріп бірнеше рет ұрпақ беріп өсімдіктер жатады. Олар негізінен вегетативтік жолмен, сонымен қатар тұқымы арқылы көбейеді. Көпжылдық арамшөптер тамыр жүйесіне қарай бірнеше топқа бөлінеді. Олардың ішінде Қазақстанда көп тарағандар тамыр сабақты көген тамырлы, атпа тамырлы, кіндік тамырлы және басқа да топтар жатады. Көген тамырлы арамшөптердің ең зияндылары кәдімгі қамыс, қара жарық, жатаған бидайы, құмай және басқалары жатады. Кіндік тамырлы арамшөптер. Кіндік тамырлы арамшөптердің топырақта қыстайтын бір ғана жуан кіндік тамыры болады. Көктемде тамыр мойнын бүршегінен жаңа өркен өсіп шығады. Ал енді негізгі өкілдері ашы жусан, қышқыл қымыздық және басқалары. Ашы жусан ол күрделі гүлдер тұқымдасына жататын көпжылдық арамшөптер. Сабағының биіктігі 60 сантиметрге дейін, тұқымы және вегетативтік мүшелері арқылы көбейеді. Бір өсімдік 100 мыңға дейін тұқым береді. Оның ұзындығы 0,8 мм-ден топырақтың беткі қабатынан жақсы өніп шығады. Вегетативті көбеюі тамыр мойнында орналасқан бүршіктері арқылы жүзеге асады. Бұл бүршіктерден бірінші жылы сабақ түзбейтін өркендер пайда болады, ал екінші жылы жеміс беріп, содан кейін қурап кетеді. Ашы жусан үйлердің ауласында, жолдардың жиектерінде, бос жатқан басқа жерлерде кездеседі. Әсіресе күздік дақылдар мен көпжылдық шөптері ластайды. Өсімдіктердің ащы иісі болады, сондықтан малдар жемейді. Ал егер сиырлардың жеміне араласып кетсе, онда сүтке кермек ащы дәм береді. Тамыр сабақты арамшөптер өкілдері. Бұл топтың арамшөптер тұқымынан және түрі өзгерген жер астында тамыр сабағының көмегімен өніп өседі. Бұлар өте зиянды арамшөптер. Қазақстанда суармалы егіншілігінде кәдімгі қамыс, қара жырақ, құмай, ал республикалық солтүстігінде суарылмайтын жерлерінде жатаған бидайық кен аудан алады. Ал енді жатаған бидайық астық тұқымдасына жататын көпжылдық арамшөп, сабағының биіктігі 1 метрдей болады. Бұл арамшөп тұқымы және вегетативтік мүшесі арқылы көбейеді. Бір түп өсімдік 300-ге дейін, ал барлық тамыр сабағымен қоса есептегенде 10 мыңға дейін дән береді. Дәннің ұзындығы 4 мм, ені 1,125 мм. Ал топырақ 20-30 градусқа қызғанда көктеп шыға алады. Өзінің өнгіштік қабілетін топырақта 3 жылдан астам уақыт сақтайды. Жатаған бидайық негізінен тамыр сабағы арқылы вегетативті жолмен көбейеді. 1 гектарда тамыр сабақтың ұзындығы 900 шақырымға, ал ондағы бүршіктер саны 50-60 миллионға жетеді. Тамыр сабақтың топыраққа бойлау тереңдігін оның типі мен гранулометриялы құрамына байланысты болады. Ал саздақ және сазды картобы қара топырақта Ақмола облысы жағдайында 5-10 сантиметр, кәдімгі орташа қара шірікті қара топырақты солтүстік Қазақстан облысы 10-12 сантиметр, ал жеңіл қара топырақты солтүстік Қазақстан облысында 15-18 сантиметр тереңінде жатаған бидайық өсіп шығады. Жатаған бидайық республиканың солтүстік облыстарында дән дақылдар егістерін ластайды, ал оңтүстік аймағында ылғалды мол танаптарда тарайды. Кәдімгі қамыс. Бұл астық тұқымдасына жататын көпжылдық арамшөп, сабағы биік, 3 метрден асады, жуандығы 1,2-ден 1,15 сантиметр аралығында. Іші қуыс болады. Бұл өсімдіктің шашақ
гүлінде 5 мыңнан 50 мыңға дейін дән болады. Оның ұзындығы 2 мм шамасында. Жердің беткі қабатынан жақсы өніп шығады. Ал кәдімгі қамыс тамырсабақтары арқылы жақсы көбейеді. Топырақтың 40-60 сантиметр тереңдігінде бойлай өседі. Көп жағдайда бұл 1 шаршы метр жердегі тамырсабақтың ұзындығы 27 метрге жетіп, ондағы бүршік саны 600-ден асады. Кәдімгі қамыстың тамырсабағы 2-3 метр тереңдікте көлбеу, содан кейін майысып жоғары қарай өседі. Майысқан тұсында күшті тамырланып, тек бағытта өсетін тамырсабағын құрайды. Олар келер жылы жаңа өсімдік өсіп шығады. Кәдімгі қамыстың бір ерекшелігі, ол тек ылғалды мол жерлерде ғана өседі. Сондықтан бұл өсімдік республиканың оңтүстігінде және оңтүстік шығыс өңіріндегі суармалы егістерінде кең таралған. Қаражырық және соражырық деп атайтын арамшөп, бұл астық тұқымдасына жататын көп жылдық арамшөп, сабағының биіктігі 48 сантиметр. Бір өсімдік 2 мыңға дейін тұқым береді. Ол жердің беткі қабатында 2-3 сантиметр қабатынан топырақ 20-30 градус қызған мезгілде көктеп шығады. Бірақ қаражырықтың тұқым арқылы көбею мүмкіндігі жоқтығын айта кетуге болады. Бұл арамшөп негізінен вегетативтік мүшесі тамырсабағы арқылы көбейеді. Ол топырақтың 15-20 сантиметр қабатында орналасқан. Тамырсабағының ұзындығы 2 метр шамасында, өсуіне қолайлы жағдай туған кезде бір жаздың ішінде 18-40 есе көбейіп, 1 гектар жердегі тамырының ұзындығы 800 шақырым, салмағы 4,5 тонна, ал бүршік саны 4,5 миллионға жетеді. Тамырсабағының басым көпшілігі суармалы жерлерде 15-17 сантиметр тереңдігінде, ал тәлімі егістерде 0,5 сантиметр тереңдікте орналасады. Қаражырық орман көшеттерінде, бау-бақшаларда, жүзім өсетін жерлерде және егістерде залалдайды. Ол республиканың суармалы жерлерінде, әсіресе Алматы, Қызылорда және оңтүстік Қазақстан облыстарында себілетін мақта, көкөніс, мал азығы дақылдарын егісінде өседі. Назарларыңызға рахмет, сау болыңдар.